Бақтыған аға, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Мынау еліміз 23 жылдап жүрген өзі бір ақсақалдың бірісіз. Енді тірліктеріңіз қалай болып жатыр? Келу мақсатыңыз қандай осы Астанаға? Келу мақсатымыз Кербұлақ ауданының әкімінің мүмкін жоғарыдағы тапсырмасы шығар. Халыққа қарсы істеп жатқан әрекеттер, заңсыздықтары. Солардың бәрін жеткізейін деп келді. Мысалы, ең бірінші бір әкімі, бір ауылдың әкімі 14 жасар баланы қағып кетті екінші қараша күні. Ол әлі жұмысында жүр тайраңдап. Екі адамы сотталды, әлі жұмыстан кеткен жоқ әкім. Тоқаевтың өзі жұмыстан босатқан адамды қайтадан жұмысқа алды, пәре алды деген. Сол үшін маған соңыма біраз адамдар салып қойды. Ең ақыр аяғы жаңағы менің үстіммен деп жазған әкімнің орынбасары ғой, ол жұмысқа алды. Сол арыз жазған күні мен сол күні сотқа сүйреп келді. Алматыдан 9 полицейский келіп ұстап алды. Начальник роводының өзі, жаңағы полиция бастығының өзі бастап келіп ұстады. Масқара ғой, адам құқы жоқ. Қазір келгенде негізгі мақсатымыз осы жер мәселесі. Ата-бабамыздан қалған жер қазақ халқының ғана ортақ меншігі. Қазақ халқының ғана. Ту тігетін жерге меншік құқы берілмеу керек, жалға да берілмеу керек. Біздің айтып жүргеніміз тек қана пайдалану құқы. Ал енді сол пайдалану құқының өзін тек қана өзінің адамдарына ғана бергізіп, адамдарға жұмыс етпей жатыр. Мысалы, бізде соған мысалымыз. Біздің жерімізді тартып алды. 250 гектар жайлауымызды. Сөйтті де тышқағылар не болмаса екі ақсақтауы жоқ адамға берді. Сонда ол қандай заңға сыйдырды? Бізде міне қағазды көрсетсек болады, 250-дей ұсақ малымыз. 50 шақты қарамыз, 50 шақты жылқымыз бар. Сонда бізге осының бәрі құрт деп жатыр. Сонда бұл қандай жаңа Қазақстан? Қысқасын айтқанда, біздің аудан ұйымдасқан қылмыстық топ қисық сөйлемей ақ қояйын, бірақ Тоқаевқа қарсы әрекет етіп жатыр. Оның ана жайлы мен шабындықты халыққа қайтару деген сөзін олар құлаққа да іліп жатқан жоқ. Тек қана өздерінің ғана несін. Енді жаңа мен аудан әкімін айтып отырмын ғой, орынбасарын. Оны 21 жылы Павлодар қаласында өз жұмыстан босатқан болатын. Тоқаевтың өзі босатқан. Сол адамды қайтадан жұмысқа алып, үлкен пәре алды деген сөз бар. Сол сөзді айтқан үшін сен неге ол сөзді айтасың деп прокуратураны, полицияны сот соңымасақ қойды. Осы әділдік пе? Енді мына жерде енді үміттеніп келген жоқ. Үміт соңында өтеді ғой. Мүмкін бет бұрыс енді болатын. Әйтпесе Тоқаев Қазақстан емес, Мазақстан құрып жатқан сияқты. Осыны көзіміз жеткізейік деп. Егер бұлай бола беретін болса, бүйтіп өмір сүргенше өлгеніміз артық деп, міне жолдасымыз енді айтшы. Өртеніп өлуге дайынбыз. Иә, өртеніп өлуге дайынбыз. Шаршадық мына мемлекеттен. Әділетсіздіктен шаршадық. Жемқорлықтан шаршадық. Қазір ауыл адамдарына еңбек етуге ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Қайта еңбек етем деген адамдардың барлығы қудалап, жерін тартып алғаннан кейін мал жаятын жер жоқ, не шабындық жоқ, не жайылым жоқ. Сонымен қазір ауыл адамдарының күннен күнге қиындап, қазір аштықтың сәл алдында отыр. Осыны көрсеткен қай ауыл болса да сол. Біздің өзіміз мінекей шаруа қожалығым болған 2007 жылы құрғам. Сол 2007 жылдан бері пайдаланып отырған жайлауымды тартып алып, айтты ғой жолдасым, тышқақ жоқ адамға алып беріп отыр. Қандай заңға сыйғызып алып беріп отыр, мен білмеймін. Енді келесі жылы мен жайлауға шығуым керек, мал жаятын жерім жоқ. Не есіктің алдына бір тоқты, не бір бұзау байлайтын жер жоқ. Жердің барлығы кәдімгі байшыкештерде, олардың ешқайсы ауылда тұрып жатқан жоқ, бәрі баяғыда қалаға көшіп кеткен, бірақ ауылдағы жерлерін халыққа арендаға беріп, миллиондаған ақшаны сытырлатып санап алып отыр. Сол үшін олар өздерінің арттары ашылып қалмас үшін, біз ана 15 гектар жерді неше жылдан бері шабындық болған жерде егістікке рәсімдегенін көрсеткенбіз. Сол үшін жаңа артымыз ашылмасын деген немен қазір бізді қудалауға ұшыратып жатыр. Егер ол жер ашылатын болса, онда мыңдаған гектар жатыр. Миллиондаған Қазақстан бойынша. Біздің өзіміздің ауыл бойынша мыңдаған гектар қазір сондай қылмыс алаяқтықтардың қолында отыр. Соны ашқызбас үшін міне қағаз жүзінде дәлелдеп отырмыз. Сонда да жаңа бір-біріменен сот
прокуратурасы болсын, аудан әкімі болсын, бір-бірімен сыбайлас, Қазір төріп аламын. бір-бірімен сыбайлас, соны ашқызбас үшін бізді қудалауға ұшырадық, мінекей осындай жағдайға келдік. Қазір мен жоғалтатын ештеңкем жоқ. Егер бұндай болатын болса, мен мынандай мемлекетте тұрғым келмейді. Не соты әділетсіз, прокуратурасы әділетсіз, жемқорға байланған мынандай мемлекетте тұрғымыз келмейді. Одан да бүкіл әлемде паш етіп, одан да өркені білгеніміз жақсы. Ешқандай заң жұмыс істеп жатқан жоқ бізде. Заң жоқ қоқысқа лақтыратын кәдімгі черновикте айналды. Осы. Міне тағы да үмітсіз шайтан деп беріп отырмыз. Егер ешқандай нәтиже шықпайтын болса, осы жолға барамыз. Енді немерелеріңіз бар ғой. Сол немерелеріңіз, Бала шағаңыз бар, немереңіз бар. Билік үшін өздеріңізді құрбандыққа шалуға болмайды ғой. Бұрын Тәшенов. Иә. Тәшеновті білесіздер, Жұмабек Тәшенов. Мынау Павлодар облысы, осы батыс, мынау солтүстік облыстарда алып қалу үшін Россияға бермей. Өзінің басын өлімге тіккен екен. Сонда Хрущев айтқан екен, мына жерді бергізме Тәшеновтің көзін құртыңдар деп. Сол кезде айтқан екен Тәшенов, егер халқымның болашағы үшін осы жерді алып қалатын болсам, басын құрбандық атам десеңдер атыңдар деп. Мен сол үшін бізде сондай құрбандыққа барғымыз келеді. Өйткені білмеймін, немерелерім кейін қалай күн көрмек, мен соған таңғаламын. Ұрпағым немен күн көреді? Байлығымыз анау шашылып атқан. Кетіп жатыр, ешқандай тоқтау жоқ. Бүкіл басқа мемлекеттен ешқандай тоқтау жоқ, адамдар үйіліп келіп жатыр. Бізде қазір Қытайлар ойларына келгендерін істеп жатыр. Бүкіл тауды жалмап жатыр Қытайларың. Цемент заводына деп. Міне Қытайларың. Бүгін тағы да желіден оқыдым, бір Қытай қатынның несін. Жерді алыңдар, 100 мың долларға, 25 гектар жерді сатам. Қытайдан келіп 25 гектар жерге ие болып қапты. Әрқайсың 8 қатыннан қазақтарды алыңдар, қазақтан қатын алыңдар. Сөйтіп оларға 15-тен бала тапқызып, қолғып жұмсаңдар. Сонда мына жер сендердікі болады. Ешкім сендерден ала алмайды, мына жер мәңгілік сендерге қалады деп сайрандап қазір жерде қаптап жүр. Аланы күні шықты, прокуратура біздің ауданда 8 әкім 75 мың гектар жерді жайылымдық жерді талан-таражға салып отыр, өздерінің бас пайдасы үшін. Ал әкім тырыс етпей отыр. Әкімнің бір әкімі адам өлтіреді. 14 жасар баланы 2 қарашада қағып өлтірді. Оны жұмыстан да шығарған жоқ. 2 адамы сотталды. Онда да жауап берген жоқ. Сонда бұл не? Заң ба жоқ әлде біз Қазақстан емес, Мазақстанбыз ба? Енді жаңағына қарап отырсың, тек қана заң бұзушылық. Болашағымыз сонда не болады? Жерді саудаға салу деген сөз, біздің болашағымызды саудаға салу деген сөз. Біз ең құрған анақ сағандар менен құрттар сияқты да емес, біз ертең қазақ халқы жер бетінен жойылып кетеді мына түрменен. Сондықтан ол әлгі біреулер айтып жатыр, олар бит қой, битке өкпелемеңдер. Битке өкпелеп тонды өртемейді дейді. Бірақ та әйтеуір халықтың көзін ашамыз ба деген ниетіміз ғой. Ол өмірімізден гөрі халықтың көзін ашқанымыз әлдеқайда керек. Басқа тек жолымыз жоқ. Ал істеймайды екен Тоқаев. Орнын босатсын істейтін адамдарға. Депутаттар да, дұрыс депутаттар сайланып халық үшін жұмыс жасасын. Ал енді өкіметті, мына қазіргі Смайылов бастаған, мына нені түгел отставқа жіберу керек. Ана кімнің несі сияқты полицейінде, кім сияқты Саакашвили сияқты реформа жасау керек. Бұлар бірінші антқа қызмет ету керек, билікке емес. Біздікенің барлығы тапсырмамен ғана жұмыс істейді. Анттарын ұмытып кеткен. Мейлі депутаттар болсын, мейлі биліктегілер болсын, мейлі полиция болсын, мейлі прокуратура болсын, мейлі сот болсын. Мысалы, сот Тоқаевты неге қорғайсың, неге оны қолдайсың деп 500 мың штраф салып отыр. 483 мың. Сонда менің Тоқаевты қолдағанымда енді қолдамасам да кінәлі боламын, қолдасам да кінәлі боламын. Сонда қайда барып күн көреміз? Сот жүйесін реформалау керек қой. Реформалау керек. Сот жүйесінде үкімет түгел отставкаға керек. Түгел отставкаға. Содан кейін ант берді ме, антына қызмет етсін. Президент аппараты Тоқаевтан бастап түгел. Қысқасын айтқанда, биліктегі, жалпы недегі, шіріген құмалақтар, есектер, мәңгүрттер жойылу керек. Оларды жоймай ешқашанда біздің мемлекет болмайды.
А мемлекет болу үшін бірінші кезек бәрібір жерімізді сақтауымыз керек. Жердің тұтастығын бұзбау үшін ана ата заңымыздан жеке тұлғаларда меншік құқы сақталады деген сөзді біржолата құрту керек. Ту тігетін жерге меншік құқы берілмеу керек. Тек қана пайдалану құқығына берілу керек. Жаңағы жалға беру, жеке меншік дегеннің бәрін құрту керек. А сол үшін Назарбаевты 92 жылғы жасаған ауыл шаруашылығы реформасы үшін соттау керек. Мемлекетке жасаған опасыздығы үшін, халыққа жасаған қастандығы үшін. Міне осы жолында күресіп жүрміз. Барлығын осындай күреске шақырамын. Егер балаларымыздың болашағы үшін күресеміз, балаларымыздың болашағы керек деген адамдар, ояныңдар. Халық. Өзіміз қорғамасқа ертең жойылып кетеміз. Мақтанамыз, 16 алтын адам табылды деп. Қазір 13 алтын адамның несін шығарып қойды. Сондай бай тарихымыз бар. Ата-бабадан қалған мұра жеріміз бар. Біз ең алдыңғы қатарда тұратын мемлекет, арт жағынан сынағанда алдында тұрмыз. Масқара ғой. Сондықтан барлығы отставкаға кетіп, халықтың өзіне басқаруға мүмкіндікті тудыру керек. Еңбек етуге, айтпаса қазақ жалқау дейді. Жалқау ма бауырым қазақ? Жалқау емес. Тек қана мүмкіндік берсе, мүмкіндік берсін.